Ал оқушылар, бүгін біз факультатив сабағымызда Талап Сұлтанбековтың Лұқман Хакім фантастикалық әңгімесін өтеміз. Жалпы Лұқман Хакім туралы естулерің бар ма? Аңыз кейіпкері деп те айтуға болады. Лұқман Хакімнің халық үшін істеген игі істері өте көп. Бүгін біздер соның бірімен танысатын боламыз. Ол туралы ел аузында неше түрлі аңыздар бар. Ал енді осы фантастик жазушы Лұқман Хакімнің тағы бір қырына үңіліп көрген екен. Оны біз қазір мына видеороликтен қарап, әрі қарай тапсырма орындайтын боламыз. Жарай ма? Жарайды. Баяғы бір заманда мұсылман жұртында Лұқман Хакім деген дәрігер ғалым болыпты. Ол бүкіл адамзат басына төнген ауру баласы риза болған екен. Бірақ ол бақытсыз болыпты. Ол ауруды жеңгеннен ажалды жеңе алмапты. Қайда барса да алдынан әзірейіп жаңалық шығып, оның қасиетті ісіне кесел жасай беріпті. Ажалы жеткен халық өле беріпті. Күндерде бір күн сол ажалдан Лұқман Хакімнің жалғыз баласы дүние салыпты. Бұдан кейін Лұқман өзінің барлық өмірін ажалды жеңуге жұмсамақ болған. Бүкіл дүниені шарлап өлмесін бір дәрісін іздеп шығыпты. Солай ғалым жер астындағы үңгірде өмір сүреді. Бір күні сол үңгірге бір жігіт тапылады. Есіне танып қалған жігіт үңгірге қалай түскенін есіне түсіре алмайды. Көзін ашқанда жанында ақсақалды қарияның отырғанын көреді. Қария жігітке тамақ әзірлеп бермекші болады. Ол шоңыр тәріздес бір екі домалақ тамырды алды да пышақпен ашып ұсақтап тұрады. Содан кейін үстіне аппақ қойып бірдеңе құйды. Қолындағы ағаш қасықпен былғап езді. Содан кейін қазанның астынан бір тетікті бұрап еді. Құмыраның ақшыл нұры қызғылданып қоюланды. Көріп жатырмын, температурасы жоғарылаған сияқты. Аздан соң тұтқаның жегі бір құмырадан маған су ішкізді. Сол-ақ екен ішкі дүнием көкірек тұсым асқазаным жып-жылы болып кетті. Ішіне кәдімгідей бір күннің сәулесі түсіп тұрғандай қыздырып барады. Шал осы кезде стол үстінен қолыма бір айна ұстатты. Міне ғажап, айнадан мен өзімнің көкірегім, екі өкпе, асқазаным, тіпті қабырға, омыртқаларым өңешім аппақ нұр болып жарқырап тұр. Сол жақ екі қабырғамның сынғанын орнында көрдім. Аздап қарай қырап барып тіпті. Жүрегім сол етіп соғады. Қан тамырларымен жылжып ағып жатыр. Жігіт оның жұмыстарына қызығушылықпен қарап, жан-жағын зерттей бастайды. Алайда жер асты ғалымы мойнына дарытпайды. Дәрігер ғалым адамдарды ажалдан арашалап қалу ниетімен ізденісін одан әрі қарай жалғастыра береді. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ғой, Лұқман Хакім бейнесі. Енді Лұқман Хакімді біз кім ретінде танимыз? Міне қараңдар, жаңа ғана сендер өздерің айтқан ғұлама, ажал, мәңгілік өмір, ғылым жолы, өмір дәрісі деген мына тірек сөздер Лұқман Хакім бейнесін аша ма? Мына сөздер Лұқман Хакім бейнесіне қатысы бар ма? Бар. Иә, өмір дәрісі қандай мағынаны білдіреді? Мәңгілік өмір іздеу, дұрыс айтасыңдар. Ал ғылым жолы, мәңгілік өмір іздеу қандай жолмен жүзеге асады? Ғылым жолымен. Демек, ол ғылым жолымен адамзатқа пайдалы жаңағы жолды іздесе, біз оған қандай атақ береміз? Кім болады ол? Ғалым болады. Және ол неден өмір бойы қорқып, халықтың игілігі үшін жұмыс жасады? Ажалдан. Иә, ажалдан адамды арашалау мақсатында осындай істі. Қазір сіздерге берілетін 3 тапсырмада, міне әр тапсырма бойынша ашық журнал әзірленген. Бұны бұрында орындап жүрсіңдер. Әр оқушының өздеріңіздің аты жөндеріңіз бар. Кім тапсырманы қай деңгейге дейін орындады? Қазір мен осы тақтаға іліп қоямын, дайындап. Өздеріңіз қосу белгісін салып, қай деңгейге дейін жеткендеріңізді сабақтың соңында бағалайтын боламыз. Мінекей топтық жұмыстардың үлгісі. Сендер бәрі жинақталып, бір топ болып, ортаға жинақталып жасай қойыңдар. Сендерше, жаңағыны түсінгендерінше жаза қойыңдар, е? Тапсырманы орындап болған оқушылар, қол белгі береміз.
ыстық сабыр беріп туралы өсиеттер қалдырды. Жақсы. Өте жақсы. Балалар келісеміз ба? Ақылмен өмір сүру, жақсылықты жақтау. Ой, жарайсыңдар. Дұрыс па? Өте жақсы пікір жазған екенсіңдер, иә? Осы жұмыстарыңды жақсы орындапсыңдар. Жарайсың, Бексұлтан. Кәне. Жарайды. Бірінші топ жақсы орындаған үшін келесі жігіттердің тобын шақырайық. Бекжан берген қарап тұрмауға. Ал Кәнекей. Оқи ғой. Ауру адамды емдеп, ақы сұрамаған. Өте жақсы, өте жақсы. Рамазан оқы. Келесіне. Мейірімді адал адамға жанашыр елге пайдасын тигізді. Өте жақсы. Осындай қайырымдылық әр адамға үлгі. Өте жақсы. Я Қайсар, сен айтасың? Жақсы. Демек, Лұқман Хакімнің адамзатқа пайдасын тигізетін іскері өте көп екен. Солай ма? Жарайсыңдар жігіттер. Отыра ғой, келесі соңғы топқа келгенде бойынша. Қайсар Рамазан қалай? Мына жұмысты қалай біз көрсетіп ала қойсаңдар болады. Сізге диаграммасы берілген. Ал, кәне, оқи қойыңдар. Лұқман Хакімнің аңыздары бейнесі халық аңыздарында Лұқман Хакім данышпан, емші, әділ шешім айтатын ақыл-ой қария ретінде суреттеледі. Ал шығармада ол қарапайым, момын, еңбекқор, халыққа жақын адам ретінде бейнеленген. Ал ұқсастықтар екі бейнеде даналықтың символы, адамдарға жақсылық жасауды, жамандықтан сақтануды үйретеді. Өте жақсы. Демек, екі бейнесі де ұқсас па? Аңыздағы бейнесінен шығармадағы бейнесі қатты алшақ емес. Екеуінің екі бейнеде де нағыз халқына жаны ашыр, дана адам деген ой түйінді екен. Жарайсыңдар, рахмет, отыра қойыңдар. Енді балалар, жұптық жұмыс. Балалар, жұптық жұмыс бойынша осы дискрепторға сүйеніп, журналға, ашық журналға өз пайдарымызды қоятын боламыз. Түсінікті ме? Ал орындай берейік тапсырмаларды. Жұптық жұмысқа жазылатынымыз оқушылар, жарайсыңдар. Берілген үзінділер арқылы кейіпкердің бейнесін ашамыз. Жұптық жұмыс балалар. Кейіпкерге хат жазамыз. Бүгінгі шығармамыздың басты кейіпкері кім еді? Жаңа ғана өздеріңіз талдадыңыздар. Ал енді үшінші тапсырма бойынша сіздер жалпы 4 ұпайға ие боласыздар. Топтық жұмыстар орындайтын тапсырмаларымыз оқушылар. Мінекей. Кейіпкер мына берілген үзінділер арқылы кейіпкер бейнесін ашатын боламыз. Ал енді жұптық жұмысты орындағанда сіздер неше ұпай аласыздар. Осы дискрептор бойынша жаңағы басында көрсеткен журналға өздеріңіздің ұпайларыңызды қоясыздар. Ал оқушылар бүгінгі сабаққа қатысты өзінің ой пікірін білдіретін оқушылар бар ма? Сабақ қалай өтті? Иә, Абыл? Менің кері байланыс бойынша айтатыным, мен бұл тақырыпқа түсіндім, және Лұқман Хакімнің еліне деген сүйіспеншілігін байқадым. Өте жақсы, жарайсың. Тапсырмалар қызықты болды ма? Ұнады ма? Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Лұқман Хакім туралы